Сәлеметсіздер ме сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Әйгерім. Мен бүгін холодильникті жуатын боламын. Жумағалы бірнеше уақыт болып қалды. Біріншіден мен мына ішіндегі продуктыларды, заттардың бәрін шығарып, біртіндеп бәрін жақсылап жуып шығатын боламын. Рахмет менің көрермендеріме. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен 2-3 күн сайын өзімнің влогыма жаңа видео салып отырамын. Осы видеоны жіберіп алмас үшін подписаться етіп алыңыздар. Негізі бұл влог менің күнделікті өмірім туралы болады. Жалпы негізгі ішкі ниетім көп көрермендерге мотивация беру, сіздер де орындарыңыздан тұрып, үйлеріңізді жинап кетіңіздер, мен сияқты холодильник жуып кетіңіздер деген ой. Сол достар, негізі мен қазір декреттегі анамын, сондықтан осылай видео салу менің хоббим. Қолдап кетулеріңізді сұраймын. Мен мына жерде уже тоңазытқышты жуып бітейін деп жаттым. Көбінесе осы жерлерге мындай қоқымдар түсіп кетеді. Осы жерді жиі сүртіп отырамын. Негізі мынау бізде морозильникте еттерді көбінесе ауылдардан бізге жүреді. Ауылдан біздің яғни екі жақтан өзімнің анам және де жолдасымның анасы жағынан бізге келеді көбінесе. Былай бітіп қалған кездерде өзіміз осы жақтан сатып алып жейміз. Мына жердегі полкаларды жуып жатырмын. Бұл жерде менде көбінесе витаминдер тұрады. Жоғарғы полкаға жұмыртқаны саламын. И астыңғысында сол майонез, анау деген майда шүйде заттар тұрады. Мен осындай кірді қазір мен жуып тастаймын.
енді прям қатты кір деп айта алмаймын холодильнигімді. Орташа, средний. Менің қасымда мейірім қызым, ол 6 жаста, камераға түскенді тоже жақсы көреді. Развивашкаға барып жүрміз. Жақсы динамиканы байқаудамын қызымнан. Құдай қаласа, ары қарай баруымызды жалғастырамыз. Уже 2-ші ай бізде. Бірақ енді балам бұзықтау болады, ол жақта сол кезде не істеймін деп ойланып қалғанда, былай тәртіптері жақсы болып, балам ешкіммен төбелеспей, сөйтіп жақсы болып келсе қуанып қалам солай. Міне тап-таза қылып жуып жатырмыз. Мен арғы жақта көріп тұрсыздар, тауықты шығарып қойдым, яғни тауықтың филесі. Одан мен қазір полдникке котлет жасаймын. Мен балаларым балықтың, тауықтың котлеттерін өте жақсы көреді. Сол үшін. Нарын деген сорт. Мына жақта Димаш жейкасы. Мына біздің бүгін нарын деген сорт бар бізде. Тураған ет, то есть соны обедке жейміз. Ас болсын. Біз мейірімнің көзін көрсетуге келдік клиникаға. Осылай тексеріліп тұрамыз. Жарты жылда бір рет. Қазір доктор мына қызымның көзін көріп жатыр. Кішкене -1 көзі екен. Ничего, бұндай возрастта өтіп кетеді деді, жазылып кетеді екен өзінен өзі. Бірақ капли берді, соны тамызамыз енді. Біз үйге келдік, сонымен қайттан мен кухняға кіріп тамақ істеуге кірістім. Күніне 3 рет тамақ істеймін бар ғой. Таңғы ас, обед, кешкі ас. Кешкі ас егер обедтегі сорпам болса, онда мен полдник жасаймын. Енді әр күні ары қалай болады, бірақ обязательно 2-3 рет точно жасаймын тамақты ішім. Бірақ арасында керу кезде еріншектігім ұстап, мына ет аса салам. Ол енді өте оңай тамақ қой, ет саласың болды. Мына жерде мен котлеттер жасап жатырмын. Мен оған филе, яғни тауықтың филесі, жартысын ғана қостым. Одан кейін тұз, бұрыш, 1 жұмыртқа, сары май и нанға 2 кусок булканы сүтке езіп, солай жақсылап бәрін араластырамын. Сөйтіп, котлеттерді формировать етіп, қойып шығамын, где-то 30-40 минутта піседі. Сонымен балалар жеп, развивашкаға кетеді. Сәлем. Сәлеметсіз.
котлеттеріміз пісті. Енді кешкі асқа көштім. Бізде кешкі асқа асқабақ пен ораманнан. Балаларым өте сүйіп жейді қамыр ауқатты. Сол достар, рахмет, мен видеомды көріп, соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазасыздар. Міне бізде ораман нанымыз дәмді болып пісті. Бәріміз сүйсіне жеп алдық. Рахмет достар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.